Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгін біздің арнамыздан көретін жаңалықтарыңыз: Роналду антирекордтар жасауда. Англияның бас бапкеріне неге жанкүйерлер мусор лақтырды? Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда. Лайктарыңызды басып арнамызға жазылып қолдап жүріңіздер. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Рафаэль Варан еркін агент ретінде Манчестер Юнайтедтен кетті. Өздеріңіз білесіздер, енді оның орнын басатын Манчестер Юнайтедке тамаша қорғаушы керек. Мартинеске серіктес болатын. Оның бірі, енді Манчестер Юнайтедтің таңдауларының бірі, ол Рональд Араухо. Араухоны қатарларына қосқысы келеді, бірақ та Барселона сатқысы келмей отыр. Барселона мен Араухоның келісімшарт созатын мүмкіндіктері болмай жатыр. Соңғы ұсынған келісімшарттан Рональд Араухо бас тартқан екен. Және де Барселона осы айдың аяғына дейін барлық мәселені шешкісі келеді, болмаса сатылымға қояды Рональд Араухоны. Араухоның жалақысын 2 есе көбейтіп беруге дайын Манчестер Юнайтед клубы. Енді Араухоны ала алмай қалған жағдайда Матис Де Лихті алғысы келеді. Де Лихтің де ақшасы аз емес, бірақ Рональд Араухо сияқты сенімді қорғаушы деп айтуға болмайды, нақты тұрақты қорғаушы деп айтуға болмайды. Екеуін салыстырмалы түрде қарайтын болсақ. Бірақ Араухомен келісімге келе алмаған жағдайда Манчестер Юнайтед Матис Де Лихті аламыз деп дайын отыр. Жалпы Юнайтедтің қорғанысқа деген екі таңдауы осындай, және де екеуіне де ақшалары жетеді. Ақшадан қиындық жоқ қазір Манчестер Юнайтедте. Оның үстіне Санчоны сатады, Гринвудты сатады. Жалпы ақшадан қысым жоқ Манчестер Юнайтедте дәл қазір. Ал енді достар, ертең Евро оралғанша бүгін Копа Америкаға тоқталатын боламыз. Бүгін тамаша ойын бар. Копа Американың фавориттары болып саналатын Бразилия ұлттық құрамасы бүгін ойын көрсетеді, жақсы ойын көрсетеді деген сенімдеміз. Бірінші ойында біз күткен ойынды көрсетпеді Бразилия ұлттық құрамасы. Бір ұпай ғана жинады, бір ойыннан тең нәтиже. Бүгінгі ойын енді Парагвайға қарсы ойын. Парагвай мен Бразилияның деңгейін салыстыра алмаймыз. Парагвай бүгін міндетті түрде қорғаныста ойнайды. Бразилия ұлттық құрамасы шабуылдаушы ұлттық құрама болады. Шабуылдаған ұлттық құрама не істейді? Әлбетте гол салады. Бір голдан және де тоқтап қалмайды деп сенеміз. Сондықтан да Бразилия ұлттық құрамасы бүгін Парагвайды -1,5 форамен жеңеді деп отырмыз достар. Егер де сіздердің өздеріңіз ойларыңыз, болжамдарыңыз болатын болса, 13-ші сектордың демеушісі 1xBet компаниясы 13-ші сектор деген промокод беріп отыр. Осы промокод арқылы кіретін болсаңыздар, алғашқы депозит үшін сіздерге 200 мың теңгеге дейін бонустар беріледі. Бұндай мүмкіндікті жібермей, дәл қазір тексеріп бонустарыңызды алыңыздар. Сілтеме осы видеоның астында. Евродағы беделді ойыншылардың бірі Криштиану Роналду. Сондықтан да Криштиану Роналдудың Евродағы статистикаларына бір тоқталсақ деп тұрмыз. Криштиану Роналду осы Евродағы ең көп офсайдқа кіріп кеткен ойыншы екен. 5 офсайдқа кіріп кеткен, және де ең көп соққы жасаған ойыншы екен. Және де бірде-бір гол салмаған, 12 соққы жасаған. 12-ні 4-4-тен бөлген екен Криштиану Роналду. 4 соққыны баспен, 4 соққыны оң аяқпен, 4 соққыны сол аяқпен бағыттаған. Және де осы 12 соққының нәтижесі бойынша XG 1-ге ғана тең. Ары кетсе 1 гол соғуы мүмкін 12 соққыны есептеген кезде. Қауіптілігі бірақ голға татиды екен 12 соққының. Ал енді бұның бәрі әлсіз, дұрыс емес, қисық соққылар болды деген сөз. Енді бұл жерде мәселе Мартинес Криштиану Роналдуны аша алмай жатыр ма? Қазіргі бапкер Португалияның допты жылдам жылжытпай жатқанын бізде байқап қаламыз арасында. Қазіргі бапкердің тактикасы Роналдуға келмейтін сияқты деген бір себеп бар. Және де ойыншылар алаңда Криштиану Роналду көрмейді, немесе Криштиану Роналдуны Крироны қорғаушылар жауып тұр деп басқа пастар іздейтін сияқты. Және де үшінші себеп Роналдуға мүмкіндіктер берілмейтін тәрізді. Роналду қақпаға артымен қарап тұрса да допты тоқтатып айналып теп алады. Әуедегі допқа қалай таласатынын білесіздер Крироның. Сондықтан да әуемен де көп ойнамай жатқанын көріп жатырмыз Португалия ұлттық құрамасының. Енді Криштиану Роналдуны керек десеңіз кейінгі кезде орнын ауыстырып тастап жатыр. 60-ші минуттан асқан бетте Криштиану Роналдуны алаңнан алып тастап жатыр. Бұның бәрі бір ұлттық құрамаға кері әсерін тигізетін сияқты. Негізінде Криштиану Роналдуны қалай ойнатуды білмей жатыр. Бірақ та енді ертеңгі ойындарда топ қарсыластар келген кезде Криштиану Роналду ашылады деп сенеміз. Криштиану Роналду осымен 4-ші ойын қатарынан Еврода гол соқпаған. Бұл өзі үшін анти-рекорд.
Англия ұлттық құрамасы фавориттардың бірі болып саналады Евро 2024-те, бірақ та біздің көңіліміз Англияның ойынына толмайды. Ол не себепті? Себебі оның Саутгейт Англия ұлттық құрамасын баптайды. Саутгейттің қойған тактикасы мүлдем тірі жанға ұнамайды. Және де соңғы ойыннан кейін Саутгейт ойыншылармен бірге жанкүйерлерге алғыс айтуға шапалақтап бара жатқан болатын. Барған кезде Саутгейттің басына пластмасс стакандар, баклашкалар бәрі лақтырылған екен. Және де сықырықтар болған, сен кет деген, Саутгейт аут деген. Бұндай әңгіменің бәрін естіп алған. Енді бұл әңгіменің бәрін естігеннен кейін, бұдан бөлекте талай тамаша әңгімелерді естіп жатырға Саутгейт. Бәрін естігеннен кейін мынандай сұхбат берген екен. Мен жанкүйерлерді түсінемін, бірақ олар мені түсінбейді, олар футболды түсінбейді. Мен ұтқым келеді дейді. Бірақ та олар қанша жерден қиналса да, ысқырса да, лақтырса да, қылқынса да, мен осы тактикамды ауыстырмаймын деген екен. Бұл енді өлсеңдер өле қалыңдар деген сөз. Ары қарай не болары белгісіз. Дәл осы тактикамен Саутгейт еш қайда да бара алмайды. Англия ұлттық құрамасында баптап қала алмайды. Басқа клубтарда оны алады. Ұлттық құрамалар дегенге сенуде қиын. Бұдан кейін Саутгейтте құлдырау ғана болатын сияқты. Бүгінге осы достар 13 сектор арнасына жазылып жүріңіздер, бізді қолдап жүріңіздер. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.